Біз байқамай жүрген бақыт. Бізге бақыт берілген болса да, оны басқа уақытта көпшілігіміз байқамай жүре береміз. Бақыттылықтың басы иманды болу. Біз басымызға келген сынақтарға, кедейлікке, ауруға, армандарымыздың орындалмағанына, қалауларымыздың жүзеге аспағанына, қалаған дүниелік рақаттардың бізге келмегеніне шағымданамыз. Сөйтіп жүріп, бізге берілген ұлы сыйды, иман бақытын байқағымыз келмейді. Айналаңа қарашы, Аллаға сенбеген, пейіш пен тозақ бар екені иланбаған, жаратқанның сый-сияпаты мен жазаларын танығысы келмеген және оның әлемдегі шексіз кереметтерін байқамаған қаншама кісі бар. Олар жаратқанның мейірімділігінен үміт етпейді. Олар сенім, жаратқаннан үміт, оған дұға арқылы жалбарыну, оған ғибадат жасау, оның жақындығын, қамқорлығын, қолдап қорғауын сезіну сияқты иманнан келетін қуаныштан құр қалған. Өкінішке орай, біз түкке тұрғысыз өткінші жақсылықтарды аңсап жүріп, ең ұлы жақсылықтарды ұмыт қалдырамыз. Кісі және кісі. Кісілікті әдеппен жасалған істер қалыптастырады. Кейбіреулер кісіге сыртқы көрінісіне және байлығына қарап баға береді. Келбеті сұлу болғанымен, өзі тәкаппар, мінезі жаман, елдің наразылығын тудыратын, қиналғанға көмек көрсетпейтін, адамдарға жек көріп қарайтын және ешкімге жақсылық жасамайтын кісіден қандай пайда болмақ? Елге жақсылық жасап, пайда алып келуге барын салған, жұмсақ мінезді, мейірімді, әділ, ақылды, ниеті таза және кең пейіл кісіге сыртқы көрінісінің көраштығы қандай зиян бере алады? Егер бай, қолында билігі бар кісі, өзінің байлығын жаман, арам істер үшін пайдаланып, өзінің хайуандық қалауларын қанағаттандырса, жұрт одан жамандық, тәкаппарлық, наразылық және жек көруден басқа еш нәрсе көрмесе, онда одан қандай пайда? Егер біреу өзінің мүмкіншілігіне қарай, қолынан келгенше жақсылық жасап, көп байлығы жоқ болса да, басқалармен қолындағысын бөлісуге ұмытылса, елге пайдалы кеңес беруге тырысса және олармен шын пейілмен қарым-қатынас жасаса, онда кедейлік соншалықтай қорқынышты емес. Бәлкім, басқаларға да беру өлшемдерін өзгертетін мезгіл келсе керек.